Так, мен қазір сіздерге ETSP алуды үйретемін. ETSP алу үшін бізге Google-ға кіру керек. Осы жерде Google Chrome болуы мүмкін, Google болуы мүмкін, бұл менде Safari. ETSP удаленно деп жазасыздар. ETSP удаленно. Осы бірінші EGOV-тың сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін заказать услугу онлайн басамыз. Мына жерде біз физический лицо таңдаймыз. Өзіміздің инімізді жазамыз. Так, инімізді жаздық. Енді отправить запросты басамыз. Так, енді отправить одноразовый SMS-код дегенді басамыз. Біздің телефонымызға бізге код келеді. Сол кодты қазір осы жерге тереміз. Так, кодты тердік. Енді удостоверение личности таңдаймыз. Перейти к получению ETSP. Мына жерге өзіміздің номерімізді кері тереміз. Так, номерімізді тердік. Енді получить кодты басамыз. Так, кодты тердік. Енді біз Face ID өтеміз. Мына жерде бізде қазір экран шығады. Өзіміздің түрімізді сканерлейді. Так, видео проверка өттік. Енді күтеміз. Так, все, бәрі жақсы болды. Енді разрешить басамыз. Так, пайдаланушылық келісімді қол қоямыз. Подтвердить, выбрать хранилище, подать заявку. Мына жерде бізге папканы басып, өзімізге папка таңдау керек. Сразу мына жерде новый папка аша салуға болады. New folder дейсіздерде. ETSP дейсіздер. Create. Так, все. Ашамыз. Подтвердить. ETSP-мізді осы папканың ішіне біз жүктедік. Қазір біз өзіміздің ETSP-мызға пароль ойлап табамыз. Пароль ол лучше үлкен кішкентай 1-2-4 дейтін стандартный парольді қойған дұрыс болады. Так, енді біз мына жерге обновить дегенді басамыз. Так, обновить, загрузить сертификаты. Мына осы жерде уже пароль ойлап табу керек болады. Ол бізде үлкен кішкентай 1-2-3-4. Астына осыны қайталаймыз. Үлкен кішкентай 1-2-3-4. Все. Болды, біздің ETSP-міз ашылды. Ол